Сәлеметсіздер ме, құрметті оқушылар? Бүгінгі біздің тақырып Қазыбек би. Қаз дауысты Қазыбек би қазақ халқының 17-18 ғасырлардағы ұлы үш биінің бірі, көрнекті қоғам және мемлекет қайраткері. Арғын тайпасынан шыққан, 1665 жылы дүниеге келген. Оның анасы Тоқмейіл. Айналып толғанып өсірсем, ақ сүтімді кешірсем, адалдан болар нәсібің, тіліңнен болар кәсібің деп дөп басып айтқан екен. Қазыбек бидің пікіріне хандар, беделді сұлтандар да құлақ асқан. Ел арасында қаз дауысты Қазыбек би атанып кеткен. Оның шешендігі жастайынан танылған, байқалған. Мысалы, 14 жасында қалмақ қонтайшысы Севан Рабданға: біз қазақ деген мал баққан елміз, бірақ ешкімге соқтықпай жай жатқан елміз. Елімізден құт береке қашпасын деп, жеріміздің шетін жау баспасын деп, найзасына жылқының қылын таққан елміз. Ешбір дұшпан басынбаған елміз, басымыздан сөз асырмаған елміз. Жаңа үйреткен жас тұлпар жарысқалы келгенбіз, тұтқыр сары желімбіз, жабысқалы келгенбіз. Берсең жөндеп бітіміңді айт, бермесең дірілдемей жөніңді айт, не тұрсатын жеріңді айт, депті. Міне осылайынан жоңғардың қонтайшысын өзінің өжеттігімен, шешендігімен риза қылған екен. Әрдайым қазақтың қамын ойлаған кімдер зерттеді? Алексей Левшин, Шоқан Уәлиханов, Балтабай Адамбаев, Нысанбек Төреқұлов. Жазушы Софос Матаевтың Елімай романында Кемеңгер бидің келісімді тұлғасы жасалған. Оның есімі көптеген қалалардағы көшелерге берілген болатын, және де елордасы Нұр-Сұлтанда ескерткіші орнатылған. Бүгінгі біздің өтетін шешендік сөзіміз: кім жақын, не қымбат, не қиын. Бір адам Қазыбек биге кім жақын, не қымбат, не қиын деген 3 сұраққа жауап беруді өтініпті. Сонда би оған былай деп үн қатыпты: тату болса ағайын жақын, ақылшы болса апайың жақын, бауырмал болса інің жақын, алдыңа тартқан адаласын, қимаш жақын қарындасың, сыбайлас болса нағашың жақын, адал болса досың жақын, еркелейтін немерең жақын, жан серігің жас кезіңнен бәрінен де әйелің жақын. Шынымен де, егер де ағайынның қаймағы бұзылмаса, арасынан қыл өтпейтін болса, тату болса ол жақын. Ағайын тату болса ат көп, абысын тату болса ас көп деп бекер айтылмаған. Егер де ұстазың саған өмір үйрететін болса, ақыл кеңесін беретін болып ақылшы болса, жүрегіңе жақын тиеді. Бауырмал болса, інің жақын болады. Әрдайым өзінің асын аямайтын, қамқор болатын қарындасың жақын. Сонымен қатар, егер де досың адал болса, ол да жақын. Және де әрине ең бастысы сенің өмірлік жарың, өзің сүйіп таңдаған жарың, әйелің жақын. Алтын ұяң отан қымбат, құт берекең атаң қымбат, аймалайтын анаң қымбат, мейіріңді апаң қымбат, асқар тауың әкең қымбат, туып өскен елің қымбат, ұятпенен ар қымбат, өзің сүйген жар қымбат. Шынменен де шетелде жүрген, елімізден алыста жүрген адамдар отанның қымбат екенін түсінеді, тіпті топырағын да сағынады. Саған әрдайым өз өсиетін айтатын атаң қымбат. Түн ұйқысын 4 бөліп мәпелеген, аялап өсірген анаң қымбат. Себебі ананың көңілі ылғи да балада. Саған әрдайым қамқор болып сен уайымдайтын мейірімді апаң қымбат. Әкеңнің аялы алақаны қымбат. Және ең бастысы, адамға ұятпенен ар қымбат. Арын бірінші қою тиіс.
және де өзіңнің сүйген таңдаған жарың қымбат. Арадан шыққан жау қиын, таусылмайтын дау қиын, шанышқылаған сөз қиын, дәл осындай жағдайда пана болмас өзің. Жазылмаса дерт қиын, іске аспаған серт қиын, ақылыңнан адасып өзің түскен өрт қиын, не істеріңді біле алмай, ашиды сонда бас миың дейді. Шынымен де, егер де сенің жақының, досың, туысың жау болып шықса, өз араңнан шықса, бұл жүректі ауыртпай қоймайды. Шешімің болмайтын, таусылмайтын дау қиын. Бір сөзбен адамды жұбатуға да болады, бір сөзбен адамды ренжітуге де болады. Сөздің құдіреті, тілдің құдіреті өте күшті. Тіл қылыштан да өткір дейді. Сондықтан шанышқылаған сөз қиын. Дәл осындай жағдайда шынымен де өз үйің саған пана бола алмас. Емі болмаса дертің қиын. Біреуге уәде беріп қойып, оны орындай алмасаң, немесе саған берілген уәде орындалмаса, іске аспаса, сол сертте қиын. Өзің біреуге ор қазып, оған түсең, ол да қиын. Міне, осы жағдайда, өмірлік қиын жағдайға түскенде шешім таба алмасаң, шынымен де қиындыққа ұшырайсың. Сіздерге берілетін тапсырма. Бірінші тапсырма өте оңай. Қазыбек бидің өмірімен таныстыңыздар. Сұрақтарға ұтымды толық жауап беріңіз. Қазыбек би кім? Қазыбек бидің даналығы неден байқалады? Қазыбек бидің жоңғар қонтайшысына берген жауабын талдаңыз. Әрбіреуіне бір сөйлемнен 3 балл. Мынау шешендік сөзді оқығаннан кейін тақырып мен идеясын анықтаңыздар. Және де неліктен жақын, неліктен қымбат, неліктен қиын екенін тәрбиелік мәнін өз ойыңызбен дәлелдеңіз. Әрбіреуіңізге төменде нақыл сөздер берілген. Мысалы, аттарыңыз берілген. Әрбіреуіңізге екеуден 2 жақын, 2 қымбат және де 2 қиын. Тату болса ағайын жақын, апайың жақын, анаң қымбат, әкең қымбат, өр қиын және де ұл қиын дейді. Қалай талдаймыз? Мысалы, тату болса ағайын жақын деп, қаз дауысты Қазыбек би айтқандай, арғатай талдаймыз. Әрбіреуіңізге берілген. Міне, тақырыбы мен идеясын анықтайсыздар 1 балл. Неліктен жақын екенін анықтайсыздар, 2 балл. Неліктен қымбат, неліктен қиын екен анықтайсыздар. Әрбіреуіне 2 балдан. Әрбіреуіңізге сұрақтар әртүрлі берілген. Интернеттен көшіріп керек емес, әркім өзі орындауы тиіс. Жақсы, сіздердің тапсырмаларыңызды күтемін.